Қазіргі таңда күн жүйесіндегі зерттелген планеталардың ішінде жерден кейінгісі ол Марс. Ғалымдар бұл планетаның салмағын, топырақ құрамын, климатына дейін зерттеп үлгерген. Күнге қарай орналасуы бойынша ол Меркурий, Венера және жерден кейінгі төртінші планета. Көріп отырғандарыңыздай Марстың салмағы жерден 2 есе кіші. Қызыл планета ежелгі римдік соғыс құдайы Марстың есімімен аталады. Планетаның қызыл түсті болуы ол беткі қабаттағы магмит минералының коррозияға ұшыраған қалдықтары. Ал атмосферадағы шаң көп болғандықтан, оның аспаны қызыл немесе сарғыш қоңыр болып көрінуі мүмкін. Марстың бетінде шөлді дала мен метеориттерден пайда болған жанартаулар кездестіруге болады. Марс пен Жердің аралығындағы қашықтық 228 миллион километрді құрайды, ал күн сәулесі Марсқа жету үшін 12 минут 40 секундты қажет етеді. Қызыл планета күнді толық айналып өту уақыты Жердегі 678 тәулікпен тең. Егер де заманауи технологияларды қолдана отырып Марсқа ұшатын болсақ, 8 айдан 12 айға дейін уақыт кетуі мүмкін. Марсқа ұшып жеттік деп елестетіп көрейік. Арнайы костюмсыз демалып көрсек қалай болады екен? Ол үшін әуелі Марстың атмосферасы туралы білу керек. Марстың атмосферасында радиация өте жоғары. Бір күн ішінде ғарышкер радиацияның жылдық дозасын алуы ықтимал. Планетаның атмосферасы 95% көмір қышқыл газынан және аз мөлшерде оттегі, азот оксиді, су буынан тұрады. Мұндағы орташа атмосфералық қысым Жердегіден шамамен 160 есе төмен. Жалпы біздің өкпеміздің қызметі ауаны сақтаумен ғана шектелмейді. Демалу арқылы біздің өкпеміз кеңейеді, ал бұл іштегі қысымды төмендетеді. Дем алғанда ауаның қысымында стандартты атмосфералық қысымның кем дегенде 40% болуы керек. Егер біз Марстың ауасымен демалып көретін болса, өкпедегі ауа қысым арқылы ығыстырылып шығарылады. Сондықтан бұл планетада ауаны бір ретте жұта алмайды екенбіз. Марстағы бір тәулік біздегінде шамамен 24 сағат 38 минутты құрайды. Қызыл планетадағы температура қыс мезгілінде полюстерде -153 градус, ал жазда экваторда +35 градусқа тең. Сондықтан мұнда қыста жылылау киініп жүру керек болады. Зерттеу кезінде ғарыш кемесі жауған қарды байқаған болатын, бірақ қар планетаның бетіне түспей еріп кеткен. Ұзақ жылдық зерттеулер мұнда жаһандық жылыну процесі жүріп жатқанын көрсетеді. Бұл процесс шамамен 370 мың жыл бойы жалғасуда. Ғалымдар планетаның температурасына шаңды дауылдар да әсер етуі мүмкін деп болжайды. Келесі сұрақ: Марста су бар ма? Ғалымдар мұнда бұрын өте көп су болғанына сенімді. Көптеген ежелгі өзен аңғарлары мен көл бассейндерінен басқа тек сұйық суда пайда болатын тау жыныстары табылғаны белгілі. Қазірдің өзінде бұл планетада су бар деуге болады. Мұнда сұйық формадағы су атмосферадағы қысымнан сақтала алмай буға айналып кетеді. Бірақ жердің астында полярлық аймақтарда тек қатты түрде кездестіруге болады. Тұзды су кейде тау бөктері мен кратер қабырғаларында пайда болады, ал судың құрамы көбірек күкірт қышқылына ұқсайды. Өзге планеталарға саяхат жасау қызықты көрінгенімен жолға көп уақыт кететіні өкінішті әрине. Бірақ технология дамып келе жатқан заманда бәлкім болашақта Марсқа қоныстану қалыпты жағдай болып қалуы мүмкін. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.